Балалар, қазір сендермен ойнаймыз. Ақылды карта әдісімен етістік туралы білетінімізді пысықтаймыз. Мен сендерге қазір карталарды таратып беремін. Сендерге сұрақтар мен жауаптар түседі. Егер екі бірдей сұрақ түсіп кетсе, онда алмастырып аламыз. Қазір бәріне біртіндеп таратып беремін. Қолымызды қарай қояйық. Кімге қандай сұрақ түсті? Етістіктің сұрақтарын ата. Жауап кімде, балдар, басайық. Етістіктің сұрақтары қандай? Кімде жауап? Не істеді, не қылды, қайтты. Айдар, сенде сұрақ бар ма? Сенде сұрақ жоқ, онда кімде сұрақ бар? Сұрақ түсіңдер. Етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз не? Жауабы кімде? Етістік заттың қимылын, іс-әрекет білдіретін сөз-табы. Жақсы, сұрақты басамыз. Енді кімде сұрақ бар? Сұрақ бар, оқушы түсінші. Етістіктің неше шағы бар? Етістіктің 3 шағы болады. Молодец, жарайсыңдар. Енді кімде сұрақ? Қайсыңда? Етістік сөйлемде қандай қызмет атқарады? Етістік сөйлемде баяндауыш қызметін атқарады. Жарайсыңдар, балалар.